Белсенді Камила Еңсегенова Чока Фэмили кеңсесінің алдында Қазақстанда орысша сөйлеуге міндетті емеспін деген плакатпен келіп, компания басшысы Рамиль Мухаряповты жауапқа тартуды талап етті. Белсенді компания басшысы кешірім сұрап жариялаған видеосынан шынайылықты көрмегенін, сол себепті осындай ереуілге шығып отырғанын түсіндірді. Ол Мухаряповтың қазақ тілділерді мәдениетсіз деп, кейбір қазақстандықтардың орыс тілін жақсы білмегендіктен оларға қазақша жауап беру оңайырақ деп айтқанына ашуын білдірді. Чока Фэмили басшысын ұлтаралық араздықты қоздырғаны үшін жауапқа тарту керек. Чока Фэмили басшысын ұлтаралық араздықты қоздырғаны үшін жауапқа тарту керек. Компанияның да, басшысының да кешірім сұраған видеоларынан шынайылықты көрмедім. Компанияның өзінде мүлде қазақ тілінде контент жоқ. Тек мереке күндері мемлекеттік тілде үндеу шығармау керек. Біз бұл жайды бұлай қалдырмай сотқа бере аламыз. Қазақ тіліне толығымен көшу керек. Өйткені тұтынушылар мен олардың заңында бар, дейді Камила Еңсегенова.